Осы бес құпияның арқасында жапондықтар мүлде семірмейді. Видеоның соңына дейін тыңдап, сақтап ал. Алдымен мына лайфхак арқылы сенде семіздік бар ма, жоқ па анықтап алайық. Ол үшін қарапайым метровканы алып, өзіміздің белімізді өлшейміз. Кәдімгі белді өлшейміз. Сол кезде, егер де сіздің беліңіздің өлшемі 80 сантиметрден асатын болса, сіз әйел болсаңыз, демек сізде артық салмақ бар, яғни сізде ожирение басталды деген сөз. Ал егер де сіз ер адам болсаңыз және сізде беліңіздің өлшемі 90 сантиметрден үлкен болса, демек сізде де ожирение бар деген сөз. Енді үй жағдайында қалай бұл проблеманы шешуге болады? Жапондықтардың мына 5 ережесін қолданыңыз, соның арқасында үйде артық салмағыңыз өзімен өзі кетіп бастайды. Бірінші лайфхак: тамақты қарын жарылғанша жемеу. Көпшілік қазақстандықтардың проблемасы тамақты өте көп жеу, және соның әсерінен біздің денемізде жалпы мына іштің аймағында қарын жиналады. Сол үшін тамақты 80% тойғанша жесеңіз, артық салмақ өзімен өзі кетеді. Екінші, жапондықтар тағамның барлығын кішкентай порциямен әртүрлі түрінен бірге жейді. Түскі ас кезінде сізде тек қана бір өте майлы тағам орнына, мысалы күріш пен ет жейтін болсаңыз, жанына әртүрлі салаттар жасап, әртүрлі ашыған өнімдерді қоссаңыз болады. Мысалы квашеная капуста, кимчи деген сияқты. Үшінші, тағамды жасау кезінде майды пайдаланбау, тағамды майға қуырмау. Біздегі үлкен проблема өсімдік майын өте көп пайдалану. Әсіресе кәдімгі балалар тағамының өзін біз қуырып беріп жатамыз. Оның орнына жапондықтар тағамның көпшілігін суда қайнатып пішеді, немесе оны буға пісіреді. Оның орнына сіздер қалай жасаңыз болады? Тағамды духовкада пісіріңіз, немесе суда қайнатыңыз, тіпті күнделікті буда жасалған тағамдарды қолдасаңыз болады. Төртінші, барлық ішетін сусындардан қанттың мөлшерін азайту. Тіпті күнделікті барлық шайларды, кофелерді тек суға алмастыру. Неге бұл маңызды? Себебі біз байқамай шай ішкен сайын 2-3 қасықтан қантты сала бергеннің әсерінен күнделікті денемізге өте көп калория жинақталады, және оның барлығы бір сәттен кейін майға айналып бастайды. Мысалы, сізге кола ұнайтын болса, оны кола зероға алмастырсаңыз болады. Дәл солай, егер сізге кофе қантпен өте жирный сливкемен ұнайтын болса, оны сүтсіз кофеге алмастырсаңыз болады. Бесінші, қиын спорттың орнына күнделікті қимылды көбейту. Кемінде 10-15 мың қадам жасау, өте көп қозғалу сіздің денеңіздегі артық майдан арылуға көмектеседі. Сол үшін бүгіннен бастап жаздың мезгілін пайдаланып, жаяу жүруді әдетке айналдырыңыз. Менің парақшам стрессіз, дұрыс арықтау жайлы. Өзіңіздің беліңізді жаңағы метровкамен өлшеп, қанша шыққанын комментарийға жазып өтіңіз. Бұл нормада немесе нормада еместігін сізге өзім толық айтамын.